Ассалаумағалейкум барша дремлиға сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Видеомды бастамай жатып достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналға тіркеліп лайк басып барынша қолдап жіберіңіздер. Бүгін бір керемет видео болайын деп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай бұл менің оқырманымның аккаунты, өз аккаунтым емес. Бүгін біз Paris Saint-Germain, яғни PSG командасын жинайтын боламыз. Сіздерге видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Олай болса мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. 2000 years later. Ең алдымен командаға өтейік. Мен қазір схеманы 3-4-3 деген схеманы таңдаймын. Қазір осындай схемамен ойнайды. Так, мына жаққа қазір Шкриньярды алдым, себебі ол қазіргі қысқы трансферлік терезеде PSG сапына ауысады деген қауесеттер бар, сол себепті. Қазір болмаса да жазда ауысады деген сөздер бар. Сол себепті оны сатып алдым, ұзын сөздің қысқасы. Мына жерге Мбаппені қоямыз. Енді осы Шкриньяр мен Руизді дамытсам толық PSG болады. Бұл жерде Рамос 92 рейтингтағы көріп тұрсыздар. Бұл жерде тренер бәрі жиналып тұрған. Бұл Бақберген деген бауырымның аккаунты. Алғысым шексіз осылай видеоға беріп жатқан үшін. Және де айта кетерім достар, бұл аккаунт сатылады 5000 теңге бағасы. Алам деушілер болса байланысамыз. Ал мен бастайым прокачкамды. Редкидан бастап құртамыз. 8 Фабиан Руиздің жылдамдығы нашарлау екен енді. Былтырғы рейтингі 80 еді, сол кезде алып үлгеріп қалу керек еді. Түсіріп тастаған рейтингіңіз андай легендарный игрок болған негізі. Так, бұл жерде Шкриньяр жақсы дамыса керемет болар еді. Шкриньярда тек сила ғана дамып отыр. Так, скорость жақсы қосылды. Фабиан Руиз дамып отыр. Так, мына жерден құртамыз. Так, Елбек Кристалл, енді Кристаллмен кетеміз. Жақсы прорыв болды мына жерде. Тағы құртатын боламыз. Ускорениясы дамыса Шкриньярдың. Так, жақсы ускорениясы дамыды. Тағы. Ой, достар, мен шай жібердім. Кристалл далаға басып жібергенмін, қараш. Бекер басып жібердім. Блин, обидно болды бар ғой. Басылып кеткен, қараш. Так, бұл жерде енді бізде 2-ақ мүмкіндік қалды, өкінішке орай. Әттеген ай, бекер басып жүргенімдай. Бұл жерде Шкриньяр дамыды. Енді ары қарай жетпейді бізде, өкінішке орай. Айтпақшы достар, трансфері деген жерге кірсек, бұл жерде легендарный тегін агент бар. Бұл жерден кім түседі екен? Бұл жерден Рафаэль Варан түсті бізге. Оны как раз физиканы дамытатын тренерге жібере салатын боламыз. Енді бізде қазір жетпейді ау бәрібірде. Мен ана жерге 140 кристалл далаға басып жіберген өкінішті болды. Бұл жерде Фабиан Руизге сәл ғана қалды. Так, бұл жерде Шкриньярға жетпейді екен бәрібір. Техникадан біреу құртамыз. Фабиан Руиз максимальный рейтинг болды. 88. Так, енді Шкриньярға бұлай құртсам 17-ден екеуге жетпейді екен, Енді біреу құртсам жететін сияқты, оны қайдан алсақ болады. Мына жақтан ойыншы сатып алсақ, скаут ашып көрейікші. Осындай да бір төмен рейтингтағы ойыншылар түсе алса, міне жақсы. Осыны аламыз да физикаға жібере қоямыз. Енді кіреміз да жету керек. Жеттік как раз.
Міне әдемі болып дамыды бізде шкринер. Біреу ғана жетпей қалды. Физикасы барлығы 100 болуға. Міне осындай состав пысырының достар. Бір матч ойнап жүреміз ба қалай? Керемет состав. Бұндай составты көргендер бар ма пысырының? Мына жерде Даннарума бар еще. Рамос 92, Месси 99, Неймар 96. Керемет аккаунт. Осы кереметтей аккаунтпен бір онлайн матч ойнаймын достар. 14-ші турда екенбіз. Карьераның матчтарын ойнап уже қызықсыз болып кеткен сияқты. Игл істейді, яғни жұмыртқалар деген қарсылас қой деймін. Интернет қатып жатыр. Так, қатып жатыр достар, интернет жаман қатып жатыр. Так, шкринер бұл жерде ойын ережесі бұзылды. Так, Даннарума допты ойынға қосады. Шкринер, Хакими, бұл жерде Месси. Мбаппеге пас береміз. Мбаппе жылдамдығы өте керемет. Әуелет асырған пас. Нуну Мендеш. Пас өтпей қалды. Серхио Рамос бар. Бұл жерде так. Маркиньос қателесіп жатырмыз достар. Қателік жіберіп қойдық. Гол жіберіп алдық қателіктің кесірінен. Енді есепті теңестіруге тырысуымыз керек. Месси. Неймарға асырған пас. Неймар тамаша қабылдады, бірақ айырылып қалды. Қалай айырылып болуға болады? Тамаша қабылдап тұрып. Так, Вератти. Бұл жерде Маркиньос. Даннарумаға қалдырды допты. Шкринер. Хакими, блин. Интернетім қатып жатыр. Позор болды оны. Мендеш. Так, Неймар. Мессиге тамаша пас өтіп еді, бірақ қалай қабылдай алмай жатыр? Соны түсінбей жатырмын. Шкринер, тамаша. Блин, қатты басылып кеткенін қарашы. Осы онлайн матч ойнайын десең бір қатық болатындар бар. Так, Хакими, Месси, Мбаппе тамаша енді. Есеп айырмасын қысқарту керек. Неймарға пас, Неймар соққы және есеп 1-1. Тамаша Неймар. Әдемі пас болды, бұл жерде Месси. Мбаппеге әдемі пас берді, Мбаппе Неймарға аяғына салып бере салды. Неймар бірінші тайм аяқталды. Енді бастаймыз жаңа шабуылды. Неймар жылдамдығы керемет. Так, Мбаппеге пас, соққы. Жақсы орғана білді Нуну Мендеш. Мбаппе дриблингі жақсы. Әдемі Радугамен өтіп Неймарға, Мессиге пас және гол. Әдемі комбинация болды. Оп-оңай гол сала салдық. Мессиге пас. Тамаша қалдырды. Мбаппеге соққы. Қақпа бағанасына тиіп кер серпілді доп. Осымен есеп 2-1 біздің матчымыз аяқталды. Видеоны ұнаса сіздерге лайк басып қолдап кетіңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер достар. Егер де аккаунтты сатып алам дейтін болсаңыздар, мен WhatsApp личкама өтсеңіздер болады. Бағасына келісеміз. Осындай керемет олд карточкалар бар, аккаунтты сатып алып үлгеріңіздер. Келесі кездескенше достар, сау саламатта болыңыздар.